Сәлем достар, сіздермен бірге телефон құпиясы каналы. Бүгін тиындарды 3D'ға айналдыратын боламыз. Жай ғана 3D'ға айналдырып қана қоймай, тиынның шын өтірігін білетін боламыз. Ол үшін бізге мына керемет теңге 3D деген приложение көмекке келетін болады. Кіреміз. Кәдімгідей бүйтіп жақындатамыз, міне. 5000 теңгелікті кәдімгі монумент дейді ме? 3D'ға айналып кетті. Демек, шын деген сөз мынау 200 теңгелікті бәйтерек. 500 теңгелікте тоже бәйтерек. Жақында шыққан мынау 500 теңгелікке әлі енгізілген жоқ бұл программаға. Бірақ өтірік емес. Мына 10.000 теңгелікті көрейік. Бұда да монумент. 2000 теңгелік бұда да тоже 1000 теңгелік. Бұл да шын ақша, кәдімгі өтірік емес. Біз қазір келесі бетін аударып сіздерге көрсететін боламыз. Келесі беті бұдан да қызық болғалы тұр. Келесі бетін аудардық, міне кәдімгідей көрейік. Теріс болып кеттім ғой. Неге? Кәдімгідей әдемі 3D. 1000 теңгелікті көрейік. Керемет. 2000 теңгелікті. Тоғай. Күн. Оғына керемет енгізілген. Сіз бұрын байқаған болсаңыз, мынау 200 теңгелікте көбінесе бидайдың түстері бейнеленген. 10.000 теңгелікте. Бұда да керемет 3D. Теңгелікте шағалаулар енгізілген. Жоғарыдан көрейік. Осымен біздің видео бүгінге аяқталды. Егер видео ұнаса лайк басыңыздар, каналға жазылыңыздар. Аман саулық күнде кездескенше қош сау болыңыздар.